Зейнетақы қорында қаражатты баспана, білім, ем алуға жұмсаудың тетігі табылды ма? Оған қол жеткізудің талаптары қандай? Ал баспаналы болу бақыты бұйырғандар жөндеуге жұмсалатын қаржыны өздері төлеуге міндеттелмек. Бүгін осы тақырыптарды тарқатамыз. Эфирде Бриф түйін және мен Дамир Аспан. Зейнетақы салымында қаражатты кім, қандай жағдайда ала алады? Осы аптада көп талаңдатқан сұрақ Сенатта талқыға түсті. Әзірге тоғытер шешім жоқ, бірақ қазірдің өзінде сарапшылар үкімет президенттің тапсырмасын орындай алмады деп сынап жатыр. Қасым-Жомарт Тоқаев баспанаға мұқтаждар зейнетақы қорынан өз салымдарынан үй алатындай тетік жасауды міндеттеген еді. Есеп жүргізіп басы қатқан еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 113 мың адамның мәселесін ғана шеше аламыз деп отыр. Вот теперь таких людей на сегодня, на ноябрь прошлого года по стране 113 тысяч человек. В процентах сколько это? Ну, в процентах... Был один, сейчас сколько? 1,1? В пределах 1,1. Енді тарқатып айтайық. Осы 113 мың адамның зейнетақы қорында ер адам болса 6 миллион 700 мың теңге болуы тиіс, одан артық ақшасы болса қажетіне алады. Ал әдетте ерлерге қарағанда ұзағырақ өмір сүретін әйелдердің салымы кем 9,5 миллион болуы тиіс. Егер бұдан артық қаражатыңыз болса, баспана, білім, ем алу үшін жұмсай аласыз. Артық болса. Ал сарапшылар мұндай адамдардың саны тым аз, әрі олар баспанаға мұқтаж емес деп отыр. Сондықтан соманы әлі де кеміту керек дейді. Жастағы адам бұндай соманы зейнетақы шотында болу үшін ол 9 жылдың ішінде 21 жаста университетті бітірсе, сосын 9 жылдың ішінде 500 мың кемінде 500 мың зарплата алу керек. Енді шынында ондай нәрсе жоқ, сондықтан бұл порог өте жоғары қойылған, оны түсіру керек 2-3 есе. Сосын енді бұлай порогты қойған кезде ол тек бірінші этапта ғана емес, сосын қандай екінші этапта не болады екенін біз ойлауымыз керекпіз. Сол екінші этапта зейнетақы жүйесінің толық реформасы болу керек. Енді сол толық реформасы болса, сонда біз бірінші этапта кемінде 500 мың адамға рұқсат бере аламыз. Ал салымшыға қаншалықты бұл қаражат қажет және оның сол ем алу, білім алу, баспана алу бағытына жұмсалып жатқанын кім бақылайды? Әзірге бұл сұраққа жауап жоқ. Министрлік оның тетігін ойлап табу керектігін жасырмады. Біржан Нұрымбетов бұған дейін ұсынылған сингапурлық әдісті қолдамай отыр. Халықта дұрыс түсіну керек, сингапурлық модель жақсы, бірақ оны дәл бүгін қазақстандық жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қалыптастырып енгізе салу мүмкін емес, себебі жаңағы жағдай екі елде әртүрлі. Біз соны айттық. Мысалы, Сингапурда жинақтаушы қорына жұмыс беруші мен жұмысшы бірлесіп 37% аударады. Біздің елімізде 10% аударылады. Екіншісі, Сингапурда жалақының мөлшері өте көп бізге қарағанда. Жарнан алды. Ол жерде біздің теңгеме шаққанда орта жалақы 1 миллион 330 мың теңгені құрайды. Біздің елімізде 181 мың теңге. Ол енді дұрыс емес. Оның айтқаны қазір осы жылы біз енгізе алмаймыз деген сөз ғой. Ал енді әрине әрбір реформа ол 2-3 жылдың ішінде енгізіледі. Оны қазір келесі айда енгізіп оған ешкім айтып жатқан жоқ. Ал 2-3 жылда оны жақсы бір дайындап, содан кейін мысалы 2022 жылдан бастап, 23 жылдан бастап оны енгізсе болады. Сосын оның Сингапурлардың жалақысына қарамай қойсын. Олардың зарплатасы 1 миллион теңге болғанымен, олар бұл қазіргі олардың зейнетақы жүйесі кеше емес қой енгізгені. Олардың енгізген уақыты ол 1965 жылдан бастап бұл система енгізілді. Сол уақытта бұлардың жалақылары қазіргі Қазақстанның жалақысынан төмен болған. Олар сол кезде енгізе бастады. Сондықтан бұл министрдің айтқан сөзі ол дұрыс аргумент емес. Сингапурлық әдісті қолдану арқылы халықты баспанамен қамтамасыз етуді стратегиялық зерттеулер орталығы ұсынған еді.
Министрдің ұстанымын түсінген орталық басшыларының бірі Олжас Құдайбергенов зейнетақы реформасын жүргізуге қатысты құрылған жұмыс тобынан шығып кеткен мәлімдеді. Оның ойынша, үкімет ескі жүйеден бас тартпайынша президенттің тапсырмасы орындалмайды. Сондықтан тіпті министрдің отставкаға кетуін де талап етті. Бірінші рет айттық, екінші рет, үшінші рет, сондықтан бұлар өзгертпегеннен кейін енді менің қайда енді бұл жерде ешқандай пайдасы жоқ бұл топта болғаннан. Сондықтан шықтым. Ал енді министр туралы айтқан кезде енді ары қарай косметикалық шешімдер болса, енді бұл шешім табатын жолдарын өзгертпесе, енді бұл министрден пайда болмайды. Сондықтан енді отставкада кету жөн. Егер де жолдарын өзгертіп, енді шынымен толық реформа болса, дұрыс реформа болса, онда арғырда істеу мүмкін. Бірақ қазір мен оған ешқандай сенім жоқ. Сондықтан бұлар жаңа шешімді ескі жолдармен тапқысы келеді. Сарапшылардың айтуынша, қалада тұратындардың саны ресми статистикадан көп. Ал ондағы есеп бойынша 40% ауылда тұрады. Ал тіркелмегендер қаншама? Олардың көбі баспанаға мұқтаж. Елде 80 мыңға жуық көпі қабатты үй болса, оның 18 мыңдайы жөндеуді қажет етеді. Апатты жағдайда тұрған 456 үй бар. Олар 50 жыл бұрын салынған. Ескі үйлердің көбі Батыс Қазақстан, Қызылорда мен Қостанай өңірінде. Одан кейін Алматы мен Шымкентте енді әр үйдің өз шоты болуы тиіс. Жөндеуді қажет еткен жағдайда осы жинақтан алынады. Бұған дейін жаңғырту бағдарламасына 33,6 миллиард теңге бөлінді. 3 мыңнан астам үй жөнделді. Енді үкімет билікті түбегейлі пәтер иелеріне бермек. Пәтер иелері өздері жаңағы шығынды өздері анықтайды. Смета дейміз ғой. Шығын сметаны өздері анықтайды, өздері бекітеді, өздері жиналыс өткізеді. Барлығын өздері шешім қабылдайды, мердігерді өздері таңдайды. Сосын біткен соң қабылдап алу рәсіміне де өздері қатысады. Барлығын өздері сондай мүмкіндік беріп қойдық. Біз заңмен міндетті қойдық. Яғни пәтер иелері және тұрғын емес жайлардың иелері ай сайын айлықтық есептік көрсеткіштің кемінде 0,005 еселенген көрсеткішін ай сайын жинақ шотына салып тұру міндетті. Яғни 12 теңге? 13 теңге. 13 теңге. Ол міндетті. Сол ақшаны жинайды, сосын барып жиналған ақшаға күнделікті жөндеу жұмыстарын жүргізеді. Ал шешім қабылдауға пәтер иелерінің 3-тен 2 бөлігі келіссе болғаны, яғни азшылық көпшілікке бағынады деген сөз. Көршілеріңізбен бірге үйдің шаршы метріне 13 теңгені немесе банктен қарыз алынса, оны да төлейсіз. Одан ешкім бас тарта алмайды. Қарыз демекші жөндеуге қажет қаражат жетпейтін болса, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен несие алуға рұқсат етілген. Ол 2% үстемемен беріледі. Бұрын пәтер иелерінің кооперативтері, яғни бір пәтер иелерінің кооперативі бірнеше үйді күтіп ұстау бойынша немесе басқару бойынша міндет атқаратын болса, ал қазір бір үйге бір оси, яғни меншік иелерінің бірлестігі көрсетілген. Яғни бір үйде бір меншік иелерінің бірлестігі бір шот ашылады, яғни бір үйге 2 шот ашылады, жаңағы жинақ шоты және ағымдағы шот. Бұл жағынан қарастырғанда бұл тұрғындарға әрбір үйдің қаншама қаржы жиналғанын, қандай қаржы қайда жұмсалатынын бағалауға, қадағалауға өте қолайлы деп есептеуге болады. Әкімдіктің жағынан бақылау болады. Жаңағы газ дейді, солар бақылау жүргізеді. Тұрғын инспекциялар болады, олардың да құзыреті толықтырылған. Осы жаңағы күрделі жөндеу кезінде оларды бақылау жұмыстарын жүргізеді. Зейнетақы қорынан баспанаға қаражат бөлу тетігі табылмай жатса, білім үшін берілетін механизм анықталды. Бұл білім несиенің жаңа түрі. Министрлік арқылы жоғары оқу орнына түскісі келетін талапкерлерге 2%-бен несие берілуі мүмкін. Қаражат өтініш білдірген адамның зейнетақы салымынан алынады. Бұған дейін студенттердің екінші деңгейлі банктерден 10-20% сыйақымен несие төлеп келгенін әрі ақылы білім алатын студенттердің көп екенін ескерсек, бұл ата-аналар үшін де сүйінші жаңалық болмақ. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек,
елімізде 70% студенттердің 70% ақылы негізде оқиды. Соған сол кісілерге арналған қаржы орталығы акционерлік қоғамы тарапынан іске асырылатын 2 бағдарлама бар. Соның біріншісі мемлекеттік білім беру жүйесі, екіншісі білім беру кредиттері. Осы 2 бағдарламаны қосатын, біріктіретін сол жаңа айтылған жоба бар. Жаңағы студенттерге төмен пайызбен кредиттер берілу. Бірақ кейбір экономистер зейнетақы қорындағы қаражат тек қана зейнетақы төлеуге жұмсалуы тиіс деп санайды. Біз сауалнама жүргізген жастар да ата-аналарына мұндай салмақ салуға аса құлықты емес. Зейнетақы қорына жиналған ақша тек қана зейнеткерлерге берілу керек. Ондай балаларға әрине көмек беру керек, бірақ ол үкіметтен келу керек көмек, бюджеттен келу керек көмек, басқа жақтан келу керек көмек. Ал адам бүкіл өмір еңбек етіп, өзіне зейнетақы қорына жинаған ақшасы тек қана өзіне қолдану керек. Бұл сондай саясат болу керек, осыны нақты шегелеп заңға бекіту керек. Аз тапқан, аз жиналған ақша кетіп қалайын деп тұр. Зейнетақы қорындағы қаражат аз, ол халық жалақысының төмендігінен. Тіпті 23 жылдан соң қордағы қаражат таусылып қалады дегенде үрей бар. Қазір зейнетақы қорында 11 триллионға жуық қаражат бар. Былтырғы инвестициялық табысы 642 миллиард теңге. Өсімді инфляция өңшелеп келген. Дегенмен білім беру несиесіне жұмсалған қаражат қайтарылатынына мемлекет кепілдік бермек. Жобаны әзірлеген мамандар осылай деп отыр. Бұның басты ерекшелігі жаңағы аударылған ақша, зейнетақы жинақтарынан аударылған ақша кредитті жапқаннан кейін қайтадан адамның шотына аударылады. Яғни ешқандай азаю, жаңағы белгілі зейнетақы жасына жеткенде адамдар өз пенсияларын алады. Мемлекеттік сыйлықақы беріледі. Сондықтан белгілі инвестициялық табыс болады. Сол ойлаймыз, 2% болса кредит, жаңағы 5-7% мемлекеттік сыйлықақы берілсе, бұл компенсация болады, ешқандай ақшаның жаңағы бүкіл пайыздық шығындары орын толтырылады. Кредит төлей алмаған жағдайда қаржы орталығының несі ақшасы бар, сол ақша есебінен сол ақша қайтарылады. Соның негізінде өтеледі демек. Сондықтан ешқандай жаңағы тәуекел жоқ, сол ақша міндетті түрде қайтарылады. Елде 125 оқу орны бар екен, оның 84-і жекеменшік. Студенттер саны 600 мың. Осы жерді ескеретін сан 400 мыңнан астам студент ақылы білім алады. Ал бір жылдық оқу уақыты кемі 400 мыңнан басталады. Бұған әлі нүкте қойылған жоқ. Зейнетақы реформасына қатысты ұсыныстар әлі де талқыланады. Түйгеніміз осы, келесі кездескенше.